Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Шымкент қалалық көздері көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана маманы мен Медеубай Қонысбай инклюзивті технологияға көзқарас атты жобам бойынша тифлотехникалар мен оның ішінде Брайль жүйесіне тоқталғым келіп тұр. Брайль жүйесі жалпы қалай пайда болды? Қысқаша айтып өтсем. 19 ғасырға дейін көз жанарынан айырылған азаматтарға білім алуға және өздеріне керекті ақпараттарды жинауға мүмкіндіктері болмаған. Зағип жандардың өмірін жақсарту мақсатында ғылымды, білімді алуға себепші болған Луи Брайль 19 ғасырдың басында Брайль жүйесін ойлап тапқан. 19 ғасырдың басында, яғни 1809 жылы Францияда Кувре қаласында Луи Брайль дүниеге келген. Ол бала кезінде көз жанарынан айырылып, әкесі оған білім үйрету мақсатында тақтаға әріптерді шегемен қағып, саусағымен сезу мүшесі арқылы үйретіп отырған. Луи Брайль өсе келе 1824 жылы Брайль жүйесін ойлап тапты. Ол өз алфавитін 6 рельефті нүктенің әртүрлі комбинациясынан құрастырды. Брайль жүйесінде әріптермен қатар тыныс белгілері, сандар және ноталар бар. Қазіргі таңда Брайль әдісі бүкіл әлемде қолданылады. Жалпы Брайль нүктесімен жазуға арналған құрылғылармен таныстырып өтсем, мынау жазуға арналған құрылғы болып аталады. Бұл мысалға бір-біріне қосылған екі бетті пластинадан тұрады. Ішіне алып, арнайы қағаз деп аталады. Арнайы қағаздың ерекшелігі бұл қалыңдау болып келеді. Осылай салып жабамызда фиксаторларын қалдырамыз. Төрт жағында 4 фиксатор болады. Алып, мынау құрылғы грифель деп аталады. Бұл нүктені шығаратын құрылғы. Жазуға арналған құрылғы 18 қатар 24 ұяшықтан тұрады. Әр ұяшықта 6 нүктеден құралады. Мысалға, жазғанда 6 нүкте түсіруге болады да, алфавит бойынша қазір түсіндіре өтем. Брайльда жазған кезде арабтар сияқты оң жақ беттен сол жаққа қарай жазылады. Ал оқығанда сол жақ беттен оң жаққа қарай оқылады. Мысалға, мен жазып жатырмын. Жазып болдық, алдық мені. Бұлайнан оң жақ беттен сол жақ бетке қарай жазылса, оны алып аударамыз да. Сонда осылай сол жақ беттен оң жақ бетке қарай саусақтың сезу арқылы осылай оқып отырамыз. Және де тағы да құрылғы, мұнаны қалтада салып жүруге болады бұл құрылғыны. Қазір блокнот сияқты. Аласын оны қағазды ішіне салып, осылай жаңағы көрсеткендегідей жазып жүруге болады. Мынау Брайль алфавиті болып аталады. Мұнда қараңыздар көрсетілген А әріпі бір нүктеден құралады. А әріпі көбісі ойлайды 3 нүктеден құралады деп. Бұл негізі 3 нүктеден құралғанда бұл бір ұяшықтың ішіндегі 3 нүкте былайша аталады ол. 3, 4, 5. 3, 4, 5 комбинациясы бұл А әріпі. Мына жақта А әрпінде бір ұяшықта бір нүкте тұр. Ол бір нүкте А әрпін құрайды. Комбинация бойынша кете берген осы алфавитте. Ол комбинацияны түсіндіре өтсем, міне қалай бір тордағы бір ұяшықтағы 6 нүкте ғой мынау. Мына жерде бір ұяшықтағы 6 нүкте осылай кетеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Л әрпін жазатын болсақ, 1, 2, 3 ұрамыз. А әрпін жазатын болсақ, 1 ұрамыз. Ә әрпін жазатын болсақ, 3, 4, 5 ұрамыз. Осылай комбинация арқылы Брайль алфавиті құрастырылған.